Қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздермен бірге. Үндемей ме? Үндемейді. Айтпашы, сіздерге түсіндіріп кетейік. Ертең біздің мектебімізде жыл үздігін анықтайды. Яғни өз жобаларын қорғайды. Сол концертті мектебіміздің директоры бізге тапсырып жатыр. Қазір бір сұхбат болады. Енді апай, бізге ертеңгі концертті сен тапсырып жатсыз. Жаңа сценарийін бәрін. Енді қалай болады деген ойдасыз? Мен жастарға сенемін. Соның ішінде республикалық сахнада жүрген жастарға. Саян, Еркебұлан деген. Инсар қайда? Инсардан бір ән күтеміз. Инсар ол қазір Қадаудан нөмір 1 орында тұр. Қазір үйінде ол дайындалып жатыр. Айтады ғой. Киімін өтектеп қойып ұйықтап жатыр. Тәтті түс көр, Инсар. Мынау біздің сахна. Танысып қояйық, дайындық өте қатты болып жатыр. Болашақ жастардың қолында. Музыкант. Бірақ неге бұндай шаруа жасап жатыр? Өзінше видеоға қатты жұмыс жасап жатқан. Типа скромный. Негізі көпіретін адам ғой. Ертең бізге музыканы дұрыс қоспайтын адам ғой. Түсірші. Ару және оператор. Ертең концерт қандай деңгейде болады деп ойлайсың? Жоғары деңгейде. Тема өткізеді екен, жарат ертең. Рахмет. Бәріне жақсы сөз естіп жатыр. Ертең айға жетіп отпай екенбіз ғой. Бітті, короче. Осы. Біткенен елесің. Бұған прикол табымыз. Прикол. На ходу олма. Прикол. На ходу деп қой. Құрметті достар, құрметті көрермендер, бұйырса біз ертеңгі болатын мектеп күніне концертіне уже біздер бастадық. Өз дайындығымызды, жүргізушілер сценарийімізді бастадық. Бұйырса ертең жақсы көңіл күйде өтеді деген ойдамыз. Біздің мектепте жаңа нәрсе қалыптасты. Ол концерттер ертең форматта жақсы көңіл күйде өтеді. Ерекшелік қылып жатыр. Қатып қалған дүние жоқ дегенде дәлелдегіміз келді. Ертең жақсы көңіл күйде өтеді деп ойдамыз ғой да? Ойдамыз, болу керек негізі. Бүгін айтпақшы, мектебімізге жаңадан петличка. Петличка келді. Керім болып жатыр. Бітетін кезде келіп жатыр бұл. 11 бітіретін бала жақсы петличкамен жұмыс жасап жатыр. Ертең бұйырса бізбен бірге болыңыздар, концертті ары қарай көресіздер. Пока. Жемісті болып, шығармашылық деңгейде жұмыс жасай берейік, еліміз тыныш болсын. Үшін ойлайсыз, көрермен нұр шашып тұр ғой. Ұстаздар, ата-аналар, сіздерді бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Осы Ендеше сахнада Райымбек Ерсайұлы және оның класстастары. Мектебіміздің керемет бишісі Айнамкөзі қарсы алыңыздар.
менде олимпиадалардан, білім жағынан болсын, өнер жағынан. Ұстаздар беттерінен қақпай алдыға қарай жетелеп біздерді қалай аялап ұстадыңыздар, тап солай. Сіздердің арасында активист осы. Ауылда шаруа шығып қалса, ақшаны жинайтын да осы. Бірақ 10 мың теңгеден артық жинауға болмайды. Себебі ода детский каспий. Әкелеріміз Ақсы судан ұлттап келгеннен кейін екінші күні таңертең дәл осындай жағдай болған шығар. Айбасмай. Болғана, саппыз. Менде шақыма кетті, серіға келді. Телефонға да екем дейсіз. Құрметті әріптестер, қымбатты оқушылар, енді сертификат табысталады. Көңілдеріңізге алмаңыздар. Сіздермен бірге болған Ильясұлы Еркебұлан Және Сырым Саян. Рахмет, келесі кездескенше. Қазір концерт бітті, мына қараңдар, айналаны көрсете ғой. Кеше мектеп директорына айтамыз, артыңыздан барып сұхбат аламыз деп. Бүгін концерт енді ойдағыдай өткен сияқты. Кетіп осы енді андай монтажмен О, міне директордың өзі тұр екен. Әдемі. Шықтық. Директор сізде сұхбат алсақ деп еді. Кешегінің жалғасы. Концерт өтті. Өзіңіздің ойыңыздағыдай өтті ме концерт? Концерт үшін сізге көп рахмет. Ұжымның атынан мұғалімдердің бәрі риза, ата-ана да, оқушы да риза. Өте керемет өтті, тамаша. Болды ма? Жүргізушілердің креативтілігі зашкаливает, орысша айтқанда. Рахмет. Спасибо. Сіз де бізге сеніп үміт артқаныңызға өте көп алғысымызды білдіреміз. Бұйырса келесі концерттерді дәл осылай, бірақ Еркебұлансыз жүргіземіз. Чао.